Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін осында қуырмай бір тамшы су қоспай сочный болып шығатын дімләма жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындаңыз. Мінекей қазанның түбінен қалай сочный болып шыққанын көресіздер. Осылай қатты ірі емес, қатты майда емес, орташа көлемде турап шығатын боламыз. Дайын болған етке 50-100 грамдай іш май қостым. Негізі құйрық маймен жасайды, бірақ маған іш маймен жасаған ұнайды. Жалпы барлық керек заттарды мен описание бөлімінде нақты қанша грамм екендігін жазып қойдым. Осылай пияз, сәбіз, сарымсақ, болгар бұрышы, қызанақ барлығын турап алатын боламыз. Картоптарды қатты тураудың қажеті жоқ, 2-3 бөлікке бөлсек болғаны. Осылай қырыққабатымызды да кесіп аламыз. Бұл дімләманы жасауға көп уақыт кетпейді. Барлық заттарын турап, рет-ретімен салып, бетін жапсаң болғаны. 1-1,5 сағатта өзімен өзі пісетін тамақ. 70 грамдай сұйық майды құйып, үстінен іш майды салып шықтым. Оның үстінен туралған еттерімді қойып шықтым. Етіміз сочный, әдемі болып, маңызды, дәмді болу үшін осы еттің үстіне тұз себулеріңіз керек. Мен паприка және де қара бұрышты да осы еттің үстіне қосып шықтым. Қалауыңыз бойынша зіре қосасыз. Енді екінші қабатқа дөңгелек қылып кесілген пияздарды салып шығамыз. Үстіне чеснок, сосын қалған пияздарды тағы да салып шығыңыз. Пияз көбірек болған сайын тамағыңыз сочный болады. Мен үлкендеу 2-3 пиязды пайдаландым. Екінші қабаттың үстіне көп емес шым-шым тұз себелейсіз. Оның үстіне туралған сәбіздерді салып шығамыз. Аздап болгар бұрышы және қызанақты саламыз. Біреулер картопты бүтіндей салады. Маған ішіне арасына тұзы барлығы сіңіп, әдемі болғанын ұнайды. Сол үшін бір картопты 2-3 бөлікке бөлдім. Картопты салып, үстіне болгар бұрышы және қызанақ, паприка септім. Және де ең соңғы этап бұл орам жапырақты ашып, бетіне жауып шықтым. Мінекей осылай ашық жері қалмау керек. Үстіне кішкене шым-шым тұз себеледім. Және мен осылай көк пиязды қатырып қоям, заморозить етіп. Сол қатырылған көк пиязды сеуіп, бетін жауып 1 сағат, 1,5 сағатқа пісірдім. Мінекей иісі керемет болды. Менің дімләмам дайын болды. Еттері деген жұмсақ, күшті болып шықты. Менімен бірге міндетті түрде осылай жасаңыздар. YouTube'дан, Мадинадан рецепт деп жазып, менің каналыма тіркеліп, менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Менің каналымда тегін мастер-класстар, тәттілер, неше түрлі тағамдардың рецептін таба аласыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина. Ал сіздер дімләманы қалай жасайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер.